2 штук картоптан осындай өте дәмді тағам әзірлейтін боламыз. Ол үшін бізге 2 штук картопты осылай суға қайнатып пісіріп аламыз. Және де тұз саламыз, приправа саламыз, бұрыш саламыз қалауымызша, және де жақсылап араластырамыз. Міне осылай біркелкі болғаннан кейін бұған 2-3 қасық ұн салатын боламыз. Осылай қылып жасаймыз, қолымызға жабыспайтындай болуы керек. Дәл осылай жасап, енді формасын келтіреміз. 3 бұрышты формада жасап жатырмыз. Енді бұны әдемілеп кесіп аламыз. Қолымызбен формамызды дұрыстаймыз. Міне, барлығын осылай кесіп шығамыз. Енді біздер бұның сыртын жұмыртқаға ойнататын боламыз. Жұмыртқамыз жарып, жақсылап араластырамыз және панировочный сухариға ойнатамыз. Міне дәл видеодағыдай жасаймыз. Міне дайын, енді мұны қызып тұрған майға пісіріп аламыз. Өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде істеп көріңіздер. Рецепт ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, достарыңызға жіберуді ұмытпаңыздар. Қыздар, және де менің YouTube арнамда осындай тегін мастер-класс бар. Бұны тек қана менің оқырмандарым ғана көре алады. Осыны үйреніп, сіз заказ қабылдасаңыз болады. Сондықтан подписаться кнопкасын басып, төменге түссеңіз, сізге мастер-класс ашылады.